Mercedes 210 лупатый. Щитокты габарит қоссам ашып жана берет. Айнала фардың бәрі жанып тұр. Лампочканың ампер, вольт бәрін тексеріп шықтым. Сөйтіп мына коверчиктердің бәрін алып тастадым. Предохранительдің бәрін қарап шықтым. Сөйтсем алдыңғы владелецтер. Нақтан двоюродный сым жүргізіп қойған ғой, левый фардан правый фарға. Мына жерден. Через предохранитель жүргізген. Хорошо предохранитель. Мынаны ажыратып тастаған да. Орнына қоссам қазір жанып жатыр. Не үшін кесіп ажыратқанын білмеймін. Короче, мына жақта бір блок предохранитель бар. Мынаның бәрі основной фарға жауап береді. Тормоздың педаль датчигіне жауап береді. Сондай жер. Моторный отсекке жауап береді. Одан кейін бұл жерде тағы бір предохранительный ящик бар. Задний поликте аккумулятордың артында мына жерде тағы бір блок бар. Осының бәрін прозвонка жасап шықтым. Неғып жанбай жатыр деп. Сөйтіп ана жерін жалғап не қылғаннан кейін ошибка өшетін болды. Задний правый фардікі мынау. Задний правый габарит. Бәрін қарап шықтым. Сөйтсем сымын кесіп, былай қарай мына фардан тартып қойған екен. Қазір штатный жанып тұр. Негізі мынау туманик болу керек. Жоқ, туманик емес. Бұл габарит и габарит тормоз. Туманик мына жақта. Жалпы іздеген адамдарға